Бүгінгі видеода клоун қарындасымды қорқытады. Кім ол клоун десеңіздер, ол Әділ. Алдыңғы видеода досымның актер ұстасын барлықтарыңыз көрдіңіздер. Енді расымен де оларды жестко қорқытады. Осяқтарға кетті. Несаа біздің дос шақырады. Келесі видео тез шыққанын қалсаңыздар 226 мың подписчик немесе 3 мың лайк жинап тастайық. Видео өте қызық болды, еңбегін бағалап астына қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде басайық. Ал біз видеоны бастайық. Йо, бәріңе сәлем достар, сіздер әдеттегідей мен Ерда. Алдыңғы видеода сіздерге Әділдің актер ұстасы қатты ұнапты. Енді осы жолы мен қарындастар натуре қорқытайын деп шештім. Короче, алдыңғы видеода мен біраз оларға ескерткен болатын, типа осылай қорқыту келеді, біреу келеді деп. И осы жолы жестко айтпай, кәдімгідей қорқытатын боламын. И оларға кәдімгідей неожиданно болады деп ойлаймын. И көреміз не болатын. Так что лайк басып каналға жазылып отырайық. Біз бастаймыз. Видео бастамас бұрын сіздерге пранктың планын түсіндіріп жіберейін. Кеттік. Бірінші, мен оларды далаға алып шығамын. Сиқырлы. Екінші, өтірік бір нәрсе қылып духты шақыратын боламыз. Мына жақта, я? И үшінші, уже духтан тығылатын боламыз. Сіздер бәріқтарың түсіңіздер деп ойлаймын. Енді қарындасымды шақырып далаға алып шығып пранкты бастайтын боламыз. Ал Әділбек менде Әділ уже кеп болған. И қазір Әділ үйдің арт жағына барады да тығылып дайындалып отыратын болады. Ну, конечно, қорқынышты маскамен. Все, достар, короче, мне біз далаға шықты, қарындастарымды алып шықты. Мына жақта, я? Короче, міне бізге керек заттардың бәрі осы жерде. Мынау үйшік не үшін десеңіздер, үйде пайда болатын дух. Бұл духты, мысалы, мына үй ғой кәдімгі. Не әтегі сызсам, бұл типа сиқыр бар деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Сиқырлы, сиқырланған үй деген сияқты. Тағы сызсақ. Және де біз жанына мынау жер болып келеді. Жерден бұлай осылай біреу шығады. Көрдіңіздер ма? Биік болып тұр. Типа бұл сол дух болады. Сол дух болады. Сол дух, короче, үйіміздің жанынан шықты деген сияқты. Как раз далада жүрміз. Ол дух бәлкім шығып қалуы мүмкін. Немесе шықпай болуы мүмкін. Қалай жақсы? Шыққан жақсы ма? Шықпаған. Конечно, шыққан жақсы. Біз духты басты салып болдық. Мына біздің үйіміз, мына біздің. Қара, мына жолымыз, мына забор, мына басқа жол. И біз духтың мынау білмеймін үйдің арт жағы бола ма, алды бола ма, әйтеуір бір жерден шығады. Ол белгісіз қаяқтан шығады. Жағыңыз кетті. Не көрдіңіздер ма? Біреуіңіз бағана кемесін деп тілеп отқансыздар ғой, сол үшін бұл жампады. Енді біз духты шақырдық. Енді далада жаңбыр жауып тұр. Жаңбырдың суын былай қолдарыңа батырыңдар да, қолдарыңызда былай біреуіңіз қойыңыздар. Давай. Алдыңыздар ма? Жүріңіздер. Қолдарыңыз қойыңыздар. Сезді қойыңыз. Короче, енді осы жолды менен қайталаңыздар. Justin Bieber. Justin Bieber. Жақтан шықты ма? Жақтан дауыс шықты ма? Точно ма? Басқа біреу айғайлаған жоқ па? Мынау сияқты бағанағы. Сен қайдан білесің ол сол екен? Сол деп ойлайсыз ба? Сол болсын ба? Сіз соны қалап отқан сияқтысыз ғой? Білмеймін, короче. Мысық шығар, может. Давай жалғастыра берейік. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Michael Jackson. Michael Jackson. Қасқыр олағандай да осы. Біреу айғайлап отқан жоқ қой оқта? Нәрсе деп ойлайсыз? Барып көресіздер ма? Көрсеңіздер жа. Сіздер қорқпайсыздар ғой? Қорқам. Жалғастырамыз бары қарай. Жалғастырайық дедіңдер ма? Онда жалғастырайық ары қарай.
Нәрсе қарап тұрма. Машина жауып тұр, мына жер кіріп кетейік десін. Ой, ё-моё. Ақырын кір кет, бол тез. Жыртпа, жынысың ба, жыртты сатына жартсын. Жырталып жатыр. Сен бастап жыртып едің, бірақ жыртылмайды оны. Короче, достар, біз тығылып отырып қалдық мына жақта. Мына жақта біраз тесік бар. Короче, көріп отыратын боламыз осы. Біреу шықты, біраз шықты қыздар. Біраз шықты. Біреу шықты. Біреу шықты. Тыз отырып дем алмай артын сөйлемеңдер. Үйде жүрейміз. Біздің ту шақырған жерге барды. Қыздар, ту шақырған жер. Көтерді. Көтерді жерге алды. Ақтыраса жатыр жерге. Үшіміз бірақ. Өйтіміз. Короче, қыздар, не болғанын айтып түсіндіре алмаймын, ема. Короче, бұл жақтан келді де ары бері жүрді. Бақ, ту шақырғанымыз бар ғой. Өшіріп тастады соны. Білмеймін, мен бұл жақтарға кетті ғой әйтеуір. Осы жақтарға кетті. Не знаю, біздің ту Ну, короче, достар, осындай пранк болды. Енді қыздар, что там, сендерге ұнады ма? Күттіңіздер ма? Әділді? Күтпедіңіздер ма? Ойламадыңыздар, я? Әділ келеді деп тағы да, я? Тағы да маскамен бәрімізді қорқытқан әділ болды. Надеюсь, сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Сіздер мәдеттеге болған менерді. Және де әділ екі қыз. Осы уақытқа кейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Барлықтарыңызға давай.